орын алған белгілі болатын болса, судья сол жаңағы тұлғаға немесе органға частное определение шығарады. Бұл частное определение, яғни соттың шешімін шығады, сонымен қатар частное определение шығады. Яғни бұл частное определениені судья ары қарай уже сол органның үстінен қарайтын, қадағалайтын органға жібереді. Біздің жағдайымызда нотариустың үстінен бізде департамент юстиции по городу Алматы қарайды. Яғни сол жерге судья сол частное определение жіберіп, осы нотариусқа қатысты бір іс-шараларды жасауды тапсырады. Яғни ары қарай юстиция осы частное определение бойынша нотариуспен жаңағыдай былайша айтқанда сөгіс жариялауы мүмкін нотариусқа, немесе қатаң сөгіс жариялауы мүмкін. Тіпті осындай частный определениялар өте көп болатын болса, яғни көп түскен болса,